Ганс қай клубқа жақтасатын білесің ба? Ливерпул? Соған жанкерсің ба несі? Бала кезден ғой. Бала кезден. Оның қарсыласы кім бұл неде? Атлетико ғой, Мадрид. Екеуі плюс-минус қарама-қайшы. Атлетик пен Мадрид ойнап атады ғой, баяғыда четверть финалда ше. Сол кезде Атлетик Мадрид проход деп Рымбек сондай бір 32 кетсін ұстап алған бір еді. Қойшы. Сондай әдет. Ливерпульмен ойнаған кезде. Ана Атлетико ұтып кетіп еді ғой. Марата салатын. Содан кейін меніңше, одан кейін бірінші ойнайын деп тұр қазір, Сондықтан мен ойымша енді бұл бітіспес ойын кәдімгі тартысты болады, бірақ негізі де енді чемпиондар лигасы. Атлетико нашар бастады. Нашар. Өте нашар. Кеше ойбай чемпионатта кім көрінгенмен неше ойнап жатыр. Отылып қалды оның ортасында дегендей. Сонда ол Симеоне шаршады ма? Командасы да шаршаған сияқты мен ойымша. Командасы Симеонеден шаршаған сияқты. Иә. 14 жыл бір жерде тренер болып берді. Мыжып жіберді. Сондықтан Ливерпуль ойбай бабында қазір. Сұрапыл. Жоқ, олар біздің ойыншыларды көріп қоймайды бұлар. Дастанды көріп қойды біреу мысалға. Бізде анау трансляция бұлыңғыр ғой, көрінбейді. Бүйтіп зависать етіп қойған кезде. Содан көрінбейді. Ливерпуль Саутгемптонды қалдырмайды деп отырсыз. Ұтады. Ұтқан, 2 голды ұрған. Әрине, 2 гол, 3 гол болады сияқты. Таза кәдімгі. Себебі есіктің енді алғашқы ойындарының бірі ғой. Енді ол шыға салып гол ұрмайтын шығар енді. Шыға салып гол ұратын шығар деп тұр мен. Бірақ оның қорғанысы да Ливерпульдің жіберіп қойып жатыр АПЛ-да, байқап отырсыздар ма? Енді ол АПЛ-де енді ол жібереді енді. АПЛ-де гол жібермейтін команда жоқ қой. Масқара ғой сұрапыл шабуылдар деген. Ана Кристал Пэластың не істегенін білесің бе Ливерпульде өткенде? Суперкубокта. Ойбай, кәдімгі. Тырп еткізбеді ғой. Қақпашысы кекпа киіп алып қайтарды. Айтты, білгенін істеді. Мазақ қылды, иә. Ситиде 2 гол жіберіп алды. Ситиде ол қоя берші қазір. Сити жаңа Атлетико болып тұр ғой Мадрид. Дағдарыс қой, әлемдік кризис болып отыр ғой жүрді кәдімгі. Дебрюйне кетіп қалды. Наполиде жүр Дебрюйне. Ливерпуль 3 гол ұрады деп отырсыз ба? Ұрады. Сізше? 2 голдан көп дегенді айтып отырмын ғой мен. 2 гол таза ұрады. Көріп тұрмын уже. Атлетико да ұрады деп ойлаймын мен. Екеуі де ұрады. Ұрмайды осы Атлетико. Екеуі де ұрып, бірақ Ливерпуль жеңеді. Ұрмайды деп отырмын. Көрейік енді. Көрейік.